Біз термодинамиканы жылу мен энергияның қозғалысын зерттейтін ғылым деп білеміз. Ал кванттық физика микродүниені атомдар мен бөлшектердің мінезін түсіндіреді, ал екеуі бірігіп не береді? Әрине, кванттық термодинамика деп аталатын жаңа ғылым саласы. Бұл сала энергия, ақпарат және энтропия ұғымдарын кванттық деңгейде зерттейді. Былайша айтқанда, бөлшектердің өзі жылу мен ретсіздікті қалай сақтайтынын түсіндіреді. Энтропия жүйенің ретсіздік өлшемі. Мысалы, мұз тәртіпті, ал су ретсіз молекулалардан тұрады, сондықтан судың энтропиясы жоғары. Бірақ кванттық әлемде бәрі күрделірек. Мұнда бөлшектердің нақты орны мен энергиясы анық емес, олар бір мезетте бірнеше күйде бола алады. Сондықтан кванттық энтропия тек жылу емес, ақпараттың жоғалуымен де байланысты. Кванттық жүйелердің ерекшелігі: кванттық бөлшектер бір-бірімен байланысқан күйде бола алады. Бұл құбылыс кванттық шатасу деп аталады. Егер бір бөлшектің күйін өзгертсеңіз, онымен шатасқан екінші бөлшек те сол сәтте өзгереді, тіпті ол жарық жылдамдығынан да алыс жерде болса да. Бұл жағдайда жүйенің энтропиясы жеке бөлшектерде емес, олардың байланысында жиналады. Яғни ретсіздік ақпараттың таралуынан пайда болады. Кванттық термодинамика неге маңызды? Бұл ғылым кванттық компьютерлердің энергия сақтау жүйелерінің тіпті ғаламның эволюциясын түсіндіруде шешуші рөл атқарады. Кванттық деңгейде энергия мен ақпараттың өзара айналуы жаңа физика дәуірінің есігін ашады. Мысалы, болашақта біз энергияны жоғалтпай тасымалдау, жылу мен ақпаратты бірдей басқару технологиясын үйренуіміз мүмкін. Осылайша кванттық термодинамика классикалық физика мен кванттық әлемді жалғайтын көпір. Ал энтропия сол көпірдің ретсіздік пен тәртіп арасындағы теңгерімі. Бәлкім ғаламның барлық құпиясы жылу мен ақпараттан кванттық бейінде жасырынған болар. Себебі энергия мен энтропия уақыттың өзі секілді тоқтамай ағып жатқан заңдылық.